Аид әл-Қарни, мұңайма, бақыттың бұлағы және қайғы мұңның дауасы. Кітап туралы. Дүние жүзінде бірнеше тілге аударылып, әсіресе араб әлемінде жылына миллиондаған тиражбен басылып таралып жатқан бұл кітап иман бағытында өмірге тірек ретінде жазылған және ең көп оқылған кітаптардың қатарына жатады. Негізі кітап 2 бөлімнен құралған. Бірінші бөлімі кішкентай тақырыптардан тұрып, бақыт құралдары туралы баяндайды. Одан сіз Құран аяттарын, пайғамбардың хадистерін, бұрынғы тақуа ғалымдардың және кейбір замандастарымыздың өмірлерінен алынған ғибратты оқиғаларды, әрі олардың насихаттары мен данагөй сөздерін таба аласыздар. Кітаптан міндетті түрде бақыт не екенін түсіндіргенді және бақытты бола алғандардың кезіктіре аласыз. Осылайша кітап сізді де бақыттылыққа қарай жетелейді. Екінші бөлімі 2 дүниеде де бақытты болғысы келетіндер білуі тиіс қысқаша ақыл насихаттар мен ескертулер, даналыққа толы сөздер мен мағыналы ақиқаттардың жиынтығынан тұрады. Кітаптың аталмыш 2 бөлімі баспа қолайлылығына байланысты кітаптың дәл ортасына орналастырылған. Уа жаратқан Алла. Аспан әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір Алладан сұрайды. Ол күн сайын іс үстінде, яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ. Ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып, қайтадан жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және басқа да көркем есімдері мен сипаттарын паш етуде. Рахман сүресі 29. Қашан теңізде қатты жел болып, таудай толқындар кемені суға толтырса, кемедегілер «Уа жаратқан Алла» деп айғайлай бастайды. Керуен бағытын жоғалтып, не жалғыз жолаушы шөлде жолынан адасса, «Уа жаратқан Алла» деп жалбарына бастайды. Қатты қайғы, ауыр мұң басса, бәлеге душар болып басқа күн туса, кесел-кесапатқа ұшыраған адамдар «Уа жаратқан Алла» деп оған жалбарынады. Пенденің алдында барлық есіктер жабылып, қолынан еш нәрсе келмей кедергіге ұшырағанда, ол «Уа жаратқан Алла» деп жалбарына бастайды. Амалы құрып мұңайып, үміттер үзіліп, не істеуді білмей абыржығанда кісі тағы да «Уа жаратқан Алла» деп жалбарынады. Әрқашан кең дүние саған тар болып, жан дүниең жабырқап, айла шарғын құрған кезде «Уа жаратқан Алла» деп оған сыйын бауырым. Шын жүректен шыққан асыл тілек, жақсы сөздер Аллаға жетіп тұрады. Шынайы көз жасымен жуылған ықылас дұғалар, жан жүректен шыққан мінәжат оның дәргейіне қабыл болады. Мұқтаждардың көздері оған телміріп, қолдары оған ұсынылады. Қиын уақыттарда кім болса да одан жәрдем сұрап жалбарынады. Алланың есімін бұл дүниеде миллиондаған адам тоқтаусыз қайталап тұрады. Оны еске алу жүректерді жібітіп, жан дүниені тыныштандырады. Көңіл марқайтқан тыныштық сезімін алып келеді және күшті сезім пайда болады. Уа жаратқан Алла дегенде бәрі өз орнына келеді. Жүрек жайбарақат, бір қалыпта қаға бастайды. Қорқыныштар ақырындап жойылып, қара бұлттың арғы жағынан жарық күн көрінеді. Қараңғы туннельдің келесі бетінен жарық шұғыла пайда болады. Алла құлдарына өте шарапатты, қалағанына ризық береді. Алла ең жақсы мағыналарды өзіне қамтыған ең әсем есім. Ол күллі аспан әлемі, жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы. Ендеше оған құлшылық қыл, және құлшылық қылғанда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттас һәм тең келетін біреуді де білмейсің. Мәриям сүресі 65. Алла тағала мейірімді және қорғаушы, қолдаушы және құтқарушы, сүйкімді және қамқор. Сендердегі әрбір жақсылық Алладан. Ниса сүресі 79. Алла тағала ұлы және құдіретті билік иесі. Уа жаратқан Алла, қапамның орнын сүйініш қылып, қайғының орнына қуаныш бере көр. Қорқыныш дуа қылса, есендікке айналдыра көр. Уа жаратқан Алла, жүректерімізді қайғырудан, күмәнданудан арылта көр. Біздегі қорқыныштардың алау жалынын иман суымен өшір. Уа Алла, ұйқысы қашқан кісілерге тәтті ұйқы бер. Жайсыз жанымызға тыныштық бер. Жәрдеміңді тездете көр. Уа жаратқан, адасқан азапты жолдан айқын жолға шығуға, жан жаққа қарайлап адасудан арылуға мүмкіншілік бер. Бізді тура жолға сал. Уа Алла, бізді шайтанның азғыруынан сақта, жүректерімізге ақиқат нұрын кіргізе көр. Уа Алла, бізді қайғы мұңнан арылтып, қорқыныштан және қайғырудан құтқара көр. Сенен басқалардан қорқудан, сенен басқалардан үміт етіп сүйенуден, сенен басқалардан алақан жаюдан өзің сақта. Сен біздің қорғаушымызсың, сүйенер сүйеншімізсің. Бақытты өмір сүр.
Иман және жақсы іс бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем тұт. Ілім, білім ізде, көп оқы, өйткені кітап оқу қайғы-мұңнан арылтады. Тәубе қылып жаратқаннан кешірім сұрауды үзбе. Аллаға қарсы келуден қаш, өйткені күнәлар өміріңді улайды. Құранды әрдайым ой жүгіртіп оқып тұр және әрдайым Алла тағаланы еске алып жүр. Басқаларға жақсылық жаса, көкірегің кеңейіп өзіңді бақытты сезініп қаласың. Орынсыз қорқақтық шайтаннан ержүрек бол, өйткені ержүректік өзін сенуге және бақытты болуға жәрдем береді. Жүрегіңді кек сақтаудан, көре алмаушылықтан, жек көруден, сараңдықтан және басқа да жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйықтауда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде, тағы басқа нәрселерде шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап. Бүгінгі күніңді жақсылап өткізіп, өткен уақыт пен келешек туралы бас ауыртуға уақытыңды құртпа. Қайратты еңбек пен пайдалы іс-әрекеттер саған уайымдарды және қиындықтарды ұмыттырады. Кескін келбетте, материалдық байлықта, тұрмыс-тіршілікте, денсаулықта өзіңнен төмендегілерге қара. Тұрмыста әрқашан жағымсыз нәрселеріне ауыр сынақтар келгенде алдын ала дайын бол. Дайындығың болса, сен үшін қатты соққы деген болмайды. Жаман ойлардан алыс бол және әр нәрсенің жаман жағын ғана ойлаудан сақтан. Ашуланба, кешіре біл, басқаларды түсіне білуге, мейірімділік танытуға үйрен. Өмір өте қысқа екенін есіңнен шығарма. Жақсылықтан, рахат тұрмыстан айырылып қаламын деп бас ауыртпа, келешектегі жамандықтардан қорықпа. Әр істі Аллаға тәуекел ет. Шыбынды піл деп ойлап қалма, ұсақ-түйек қиыншылықтарды ауыр деп елестете берме. Кесел-кесепат болып кетсе қайтем деп ойлай берме. Әрбір нәрсенің өз уақыты шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе сені айналып өтпейді, ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір де келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүріп, артық ысыраптан алыс бол, өйткені артық ысырап аздырады. Денеге құл болу руханиятты қиратады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқаныңа қарағанда алған нәрсен көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қанша жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла да, жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келетінін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Әр нәрсенің жаман жағын емес, жақсы жағын ойла. Өйткені жақсы көңіл-күй бақыттылықтың кепілі. Ешкімнен саған рахмет айтуларын күтпей, жаратқанның ризашылығы үшін ғана басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңдап ал. Не жұмыс қылсаң да шын ниетпен мықты жасауға әрекет жаса. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақыттың бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір қыл. Басқаларды жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса көзді жұмып қой. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін, әрі бұл бірінші кезекте өзіңе тиесілі екенін есіңде болсын. Өсек-аяңға көңіл бөлме, басқалардан кемшілік іздеме және қате жіберіп, бір жаман іс жасауды күтіп, әрбір қадамын аңдыма, өйткені бұл саған да, оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан, өйткені денсаулығы таза адамның ой сезімі сергек болады. Алладан кешірім мен жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр. Ойлан және шүкір ет. Жаратқан Алла өзіңе берген жақсылықтар туралы ойлан. Сонда сен жақсылықтарға батып, олар сені қоршап тұрғанын байқайсың. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселеріңнің бәрін берді. Бергені соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Ибрагим сүресі 34. Денсаулықтың, мықтылықтың, мекеннің тыныштығы, тамақ ас, киім-кешек, таза ауа, су, тұрақ жай, көлік, мал-мүлік, бала-шаға, отбасы және достар. Сенде барлық байлық бар, бірақ сен оны сезбейсің де, байқамайсың. О адамдар, Алла күллі аспан әлеміндегілер мен жердегінің бәрін өздеріне бағышты етіп қойған. Сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын мұншама нығметке кенелткенін көрмеймісіңдер? Лұқман сүресі 20. Сенің қол-аяқтарың, көз-құлағың және тіл-аузың бар, 6 мүшең аман. Ендеше Раббаларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Рахман сүресі 13. Сен аяқ басасың, қимылдайсың, естисің, көресің және сөйлей аласың. Тамсана тамақтанасың. Бұлар не, жай ғана нәрселер деп ойлайсың ба?
Қаншама адамдар бар, қол-аяғы мүгедек болып қимылдай алмай қалған, немесе соқыр, керең болып басқаларға мұқтаж болып қалған қаншама адамдар бар. Ауру сырқаудан арыла алмай ыңырсып, қалағанша тамақтана алмайтын адамдар бар. Жаратқанның сынағы әртүрлі. Дені басың сау тұрып, жынды болып ақылдан адаспай тұрып, жаратқанның жақсылықтарын білмегенің, оған разы болып шүкір қылмағаның жарамас бауырым. Бір кедей кісі өзінің кедей өмірі және Алла оны өзінің жақсылықтарынан құр қалдырғаны туралы ғалымға шағымданып келеді. Ғалым кедейден, көздеріңді маған 100 000 алтын теңгеге сатасың ба деп сұраған. Кедей жоқ деп жауап береді. Ғалым қолдарыңды маған 100 000-ға сатасың ба? Аяқтарыңды, ақыл-есіңді сатасың ба дейді. Кедей жоқ деп жауап береді. Сонда ғалым оған былай дейді. Сен 100 000-даған байлықтарға ие болып тұрып, кедеймін деп шағымданасың ба? Сонда әлгі кісі қолдағы байлығы қолға түспеген жақсылықтардан да маңызды екенін және Алланың мейірімділігі шексіз екенін түсініп, шүкір қылған екен. Әлбетте, сен өте зор сыйға бөленіп өмір сүріп жатқаныңды, оның қадірін білмейсің. Содан соң қайғы-мұңға бата бересің. Алдыңда жеуге ыстық наның, ішерге суың дайын. Шаршасаң ұйықтап ес жиясың, алты мүшең аман. Қолда жоғын ғана ойлап барына шүкір қылмағаның қалай? Біраз шығындалсаң болды. Жаның қиналып, бақыттың кілті қолында тұрғаныңды білмейсің. Жаратқан берген есепсіз зор сыйларға ойыңды ілмейсің. Ойлан және шүкір етуді біл. Өзің, туыстарың, үйің, жұмысың, денсаулығың, достарың және айнала төңірегіңдегінің бәрі туралы жақсылап ойлан. Ол мүшріктер нығметтердің Алладан келгенін іштей біліп мойындаса да, осынау нығметтерді жоққа шығарады дегендердің қатарында болма. Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап мұңая беру – ол ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өмірді іріткіге айналдырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы-мұңын бір талай ұмытады. Өйткені ол бұдан бұрын болып кеткен, құйрығы үзілген. Қайғы-мұңнан орнын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып шық. Аққан дарияны қайда басына қарай ағыздың келе ме? Батқан күнді қайда шығысқа қарай жылжытқан келе ме? Туылған бала анасының қарнына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы көзге қайтып кіре ме? Демек өтіп кеткен істерге қайғырғаның, жаныңды қинап, жаншылғаның дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанмен бірдей. Өткен қайғылы істің парақтарын ашу бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұқатып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, олар да өз алдында бір үмбет еді. Келді де кетті. Бақара сүресі 134 деген. Демек өткен іс өтті бітті. Уақыт мезгілдің денесіне қайтадан операция жасаудың пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездері болып өткен нәрселерге қайғыру бейне бір диірменде тартылған ұнды қайта ұн қылам дегендей, не араланған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендейсіз. Өткенге қайғырып, жылағандар туралы өліктерді қабірден шығарма деген сөз қалған. Есекке неге күйземейсің деп сұрағанда, өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткен істерімізбен ғана шұғылдану біздің ең үлкен кесапатымыз. Әсем үйлерде тұрамыз, бірақ шіріген қирандылар үшін жас төгеміз. Адам атаулының барлығы жиналып, өткенді қайтып алып келеміз десе де, қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалпақтап қарай беруі керек емес. Өйткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуені де осындай. Сондықтан сен де өміріңдің заңын бұзбай жүр. Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін тірі өмір сүрсең, таңға шейін де өмір сүретінге толық сенімді болма. Ал енді таңға шейін өмір сүрсең, міндетті түрде түнде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін қазірдің дәл өзінде өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың. Ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгініңе, қазіріңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін-ақ қайта өле қалатындай өмір сүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқаныңдай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі, бұл оның өміріндегі ақыры намаз екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді?
Әлбетте, бүкіл денін Аллаға қойып, өте беріле оқитын еді. Ерекше беріліп, һәм Құдайдан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқы. Шынында да, сен кейінгі намазынан шейін өмір сүресің бе, өмір сүрмейсің бе, оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқымауың мүмкін, бірақ сен оған ұмтылу керексің. Жақсы істерді жаса. Ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлетініңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындалған істерің мен ғибадаттарың сондай болуы керек. Өзіңді қайта қайтпайтын нәрсемен, өткенді еске алумен қинама. Өміріңді әлі болмаған келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал. Ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар-болмасын еш білмейсің. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау, өзіңе және басқаларға пайда алып келу және жаратқан иенің кешіріміне, сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңдағы барға разы бол, өйткені ертең сен иелік қылған нәрселерге не болатынын білмейсің. Екі дүниеде де бақытты болуды қаласаң, бүгін еңбектен, сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың. Алдамшы сағым. Көпшілік кісілер өздерін бақытсыз сезінеді, өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы ахуалдарға және басқа кісілерде емес, өздерінде, олардың өмірге жасаған қате мәмілелерінде. Мұндай кісілер көбінесе қашан менде пәлендей нәрсе болады, мен сонда ғана бақытты боламын дейді. Олар қазір өзінде бар нәрселерге шүкір етпейді. Мысалы, машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ-даңқ болғанда ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер шөлде суы жоқ жүріп алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға бара жатқан жолаушы сияқты. Ол бара береді. Ал енді сағым болса алыстай береді. Ақыры оған жете алмай, қаны кеуіп, өлімге душар болады. Мұндай кісілер пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге жетісімен онда басқа қалау, басқа мақсат пайда болады да, ол сол мақсатына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірінің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай кісілер ешқашан өздеріндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселер туралы ойлайды. Олар Алла берген нәрселерді бағалап, оларға қуанғанды білмейді. Данышпан кісі алдын көре білген адам ешқашан мен анау не мынау нәрсем болғанда ғана бақытты боламын деп ойламайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау мынау бар деп айтады. Ол шынымен де ақ бақытты. Егер Алла оған онда жоқ, бірақ ие болуын қалап жүрген нәрсесін беріп қойса, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтық кем болуы ешқандай тосқауыл жасамайды. Ол жаратқанға берген нәрсесі үшін разы болып шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа жақсылықтар сыйлайды. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемеңгер кісілердің бақытының сыры. Басқаларда олардан үлгі алса өте жақсы болады. Асықпа. Жаратқанның заңы сол, әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды, ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз бүгін болады. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені ойлаймыз. Біз асығыстық жасап, болатын бәлкім мүлдем болмай қалуы мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Бізді келешекте бір нәрселер күтіп тұрады деп ойлап алып, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында ол келешектегі нәрсе болады, ал біз ертең не бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді бұлай ойлау, күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл болып, мұңаюымызға себеп болады. Не үшін біз өзімізге өзіміз жаңа қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлдем болмайтын нәрселерден қорқа береміз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла Тағала шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Бақара сүресі 268. Яғни ол біздің жан дүниемізге ойша мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сыйынудан, оған мойынсынудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейліктен және басқа да бәле кесапаттармен қорқытады. Енді ол сол ұмтылған нәрселерге жетпей қалсын. Демек біз берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық, тағы басқа нәрселерді дұғамызға қосып, жауапсыз қалмайды деп үміт етуіміз керек.
біз ақыл-есімізді әрдайым ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге және басқаларға бақытты болуға жәрдем беретін, өзімізге және айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ жақсы болар еді. Біз шынайы, тура және ғажайып, жақсы және нұрлы, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күшімізді басқа да жаман нәрселерді ойлаймыз деп жұмсап жатырмыз. Мұңайма. Біздің болар-болмас нәрселерге мұңаюымыз біздің әл күшімізді алады. Дүниеге қара көз әйнекпен қарап, жарықты және ондағы жақсы нәрселерді байқамай, өзімізді бақытсыз сезінуге мәжбүрлейміз. Болар-болмас нәрселер үшін, мәселен, ауа райының бұзылуы, жоғалған ақша, сырқаттану, киімге жұққан дақ, сынған табақ, көңіл күйімізді бұзуға тұрмайтын нәрселер үшін қайғыға бата беретін кісілер бар. Әрдайым қайғырып, кішкентай қиыншылықтарды ауырлатып, үйреніп алған кісі әрдайым жүнжіп, пұшайман болып жүруіне, өзінің өмірінің ғана жаман етіп қоймай, өзін қоршаған дүниенің сұлулығын көруге де өзін-өзі тосқауыл болады. Тынышы жоқ кісі, оның бар екенін, шексіз күш-қуатын көрсетіп тұрған жаратқанның әлемдегі көптеген кереметтерін байқамайды. Болмашы ойлар кісіні ұлы һәм мағыналы нәрселер туралы ой жүгіртуден қалдырады. Құран оқып жатқанда, намаз оқып сыйыну сәтінде, тағы басқа ғибадат сәттерде ойларын жинауға тосқауыл болады. Ал енді ой жүгіртіп, ақыл-ойды мағыналы нәрсеге бұру кісінің жан дүниесі мен иманы үшін өте маңызды болмақ. Өмірге оң көзқараспен қарап, бізді сақтаушы, қорғаушы, кешіруші, сүюші, қамтамасыз етуші, түзу жолға алып барушы, бізге шексіз жақсылықтарды беруші, жәрдем беруші, жақсылық қылушы жаратқанға тәуекел ету керекпіз. Ұнамсыз сөзге мұңайма. Біз көбіне біреуге жаман жағына немесе жай ғана айтқан сынына ғана қапа болып, сары уайымға батамыз. Ол соған татый ма? Егер сын пікір бір нәрсеге негізделсе және сол дұрыс болса, онда оның астарында біздің түзілуімізді қалау бар. Сондықтан біз оған разы болуымыз керек. Ал енді егер де жаратқанға мойын сұнып, одан қорқып, тақуалыққа ұмтылып, жақсылықты жасауға әрекеттеніп, жақсы істерді шын ықыласпен орындап жүргендерімізге қарай жамандайтын болса, онда бұл бәлкім жамандардың көреалмаушылығы, ол бізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Сөйлеп жатқан кісіге де, естіп жатқан кісіге де пайда әкелмейтін бұндай сөздерге құлақ салма, жауап қайтарма. Оған наразы да болма. Мұндай ақылсыздардан жүзіңді бұрып әкет. Оларға сенің өміріңді улауына, бақытсыздығыңды бұзылуына мүмкіншілік берме. Олардың сөздеріне жауап берем деп, өзіңді пәс қылып, олардың деңгейіне түсірме. Жаман өсек аяң, сөздерден жоғары бол. Егер сені жақсы, тақуа, лайықты кісілерді жамандауды әдетке айналдырғандар жамандайтын болса, онда бұл қайғыртатын нәрсе емес, бұл қуанатын нәрсе. Иман – өмір өзегі. Ең бақытсыз адамдар, бұлар иман деген ұлы байлықтан құр қалғандар. Алла тағала былай дейді: кімде-кім мені еске алудан бас тартып, кітабымнан сырт айналса, оның дүниедегі тіршілігі таршылық пен қиыншылыққа толы болады. Әрі қиямет күні оны көр-соқыр етіп тірілтіп, махшарда да су қараңғы соқыр күйінде келтіреміз. Таха сүресі 124. Аллаға иман ғана адам өмірін шынайы бақытты, жарық және қуанышты ете алады. Имансыз кісілер көбіне тіршілік проблемаларынан және бұл жалған дүниенің таусылмас ауыр қиыншылықтарынан шаршап, өз өмірін қиюмен аяқтайды. Қашан пенде жаратушы жолынан бұрылып кетсе, не басынан бұл жолға түсуден бас тартатын болса, бақытсыздыққа және қараңғылыққа душар болады. Адамзатқа көп ғасырлық алғы ащы тәжірибесінен кейін бұл дүниедегі сақтап қалатын жалғыз нәрсе иман екенін түсінетін мезгіл жетті. Өйткені оның жоқтығы адамның бүкіл тарихындағы барлық жамандықтардың себепшісі болған. Атеизм адамзатқа бақыт алып келген жоқ. Бәлкім Алла тағаланың жаратушы, барлық мақлұқтардың иесі, басқарушысы екенін танып, оған мойын сұнып, оған жеткілікті түрде мақтаулар айтатын мезгіл келген шығар. Пенденің иманы қаншалықты күшті болса, ол өзін соншалықты күшті әрі бақытты сезінеді. Ең жақсы өмір жан дүниенің тыныштығы, жаратушыға және оның қасиетті хабарына сенген, оны сүйген, оның қаһарынан қорыққан және оның заңдарын сақтап жүрген кісі тыныш рахат өмір сүреді. Сондай кісі ғана ішкі үйлесім дегеннің не екенін белгілі түрде түсінеді.
ол барлығы алдын ала жаратушы тарапынан тағдыр болып жазылғанын және болатын нәрсе сөзсіз болатынын біледі. Сондықтан шынайы иман иелеріне еш нәрсе туралы қайғырудың, сары уайымға батудың, еш нәрседен қорқудың керегі жоқ. Өйткені ол жаратушыға иесі, исламға діні, Мұхаммедке Алланың елшісі ретінде разы болады. Барлығы тағдырда жазылған. Алла тағала былай дейді: жер бетінде орын алатын қандай да апат болмасын, яки бастарыңа келетін қандай ауыртпалық болмасын, бәрі де біз оларды жаратпай тұрып-ақ кітапқа, лаухул махфузға, тағдыр тақтасына жазып қойылған. Шүбәсіз бұл Алла үшін оп-оңай. Хадид сүресі 22. Алла тағала әрбір нәрсе туралы анық біледі. Ол өткен мезгілдерде болған және келешекте болатын нәрселердің бәрін біледі. Ол бәрін түгелдей және ұсақ түйегіне шейін біледі. Одан аспанда да, жерде де еш нәрсе жасырып қала алмайды. Жаратқан былай дейді: анығында адам баласын біз жараттық. Міне сондықтан нәпсінің оған үнемі не сыбырлап, көкейіне қандай ойлар салатынын жақсы білеміз. Қаф сүресі 16. Алла тағала аспан мен жерді жаратқан кезде лаухул махфузда қиямет қайымға шейін болатын нәрселердің бәрін жазып қойған. Алла жаратқан ең алғашқы нәрсе қалам болды. Оған ол жаз деп бұйырды. Қалам уа жаратқан, мен нені жазам деді. Ол болатынның бәрін жаз деді. Сонда қалам қиямет қайымға шейін болатын нәрсенің бәрін жазды. Барлығы оның билігіне мойынсұнып, оның еркіне бас иеді. Оның қолында билік те, аспан мен жердің кілттері де бар. Дүниедегі нәрселердің бәрі Алланың әмірімен болады. Жақсылықтар да, жамандықтар да, азаптар да, қорқыныштар да, қауіпсіздіктер де, аманшылық та, аурулар да, жалпы барлық үлкен және кішкене нәрселер, маңызды және маңызы жоқтай көрінетін ұсақ-түйектің бәрі оның әмірінде. Тағдырға сену кісіге сабырлы болуды үйретеді. Ол өмір жолында қиыншылықтарға ұшыраған сәттерде де мұңаймай, сары уайымға салынбай өмір сүреді. Ол өзіне келген нәрсенің бәрі оны айналып өтіп кетпейтінін, ал енді айналып өтіп кеткен нәрсенің оған келмейтінін біледі. Сондықтан ол тағдырға сенбегендермен бөлектеніп, көңілі тоқ, тыныш өмір сүреді. Тағдырға сенген кісі қайғы келгенде шыдамды және сабырлы болып, жаратқанның сауаптарынан үміт үзбейді. Осылайша оған қайғы ретінде келген нәрсе жақсылыққа айналады. Кесел-кесапатқа ұшыраған кісі бұның Алла жазған тағдыр екенін біліп, Алланың жақсылығынан үмітін үзбей сабырлық танытатын болса, Алла оның жүрегін тура жолға салып қояды. Өзінің жетекшілігімен, тура бағытымен бұл дүниеде жоғалтқан нәрсенің орнын толтырып береді. Ал енді кейбір кездері жаратушы пендеге жоғалтқан нәрсесін қайтарып береді, не одан да жақсы нәрсені сыйлық етіп береді. Басыңа келетін нәрседен қашып құтыла алмайсың. Біздің қолымыздан келетін бір ғана нәрсе жаратқанның тағдырына бас иіп, мойынсыну және көп кісінің айтуы әдетке айналған әттең деген сөзді аузымызға алмау. Әттең дегеннен еш пайда жоқ. Ешқашан егер мен пәленде қылғанда түгендей болмаушы еді, егер де мен мынаны жасағанда әлгіндей болмас еді деген өкініш сөзді айтпа. Бар болғаны Алланың тағдыры, ол өз қалағанын жасады деген дұрыс болады. Жұмсақтық, сұлулық. Жұмсақтық кісінің көркі, ал оның жоқ болуы жиіркенуді алыстатуға алып келеді. Жұмсақтық, сыпайылық, сүйкімділік, күлімсіреу және жақсы сөздер – бұлар бақыттылардың белгісі. Шынайы иманды кісі сондай болады. Ол ара сияқты жақсы нәрсемен азықтанып, жақсы нәрсе бөліп шығарады. Ол гүлге қонғанда да оны сындырмайды, не басқа зиян келтірмейді. Алла тағала жұмсақтық үшін қаталдық пен дөрекілікке берілмейтін нәрселерді сыйлыққа береді. Дүниеде әдепті, тәрбиелі кісілер бар. Олар сүйкімді жандар. Оларды барлық жерде асыға күтеді. Келгенде құшақ жайып, қуанып қарсы алады. Олардың сөйлеген сөздерінен, жұмсақтығынан, мейірімділігінен, көмегінен және тәртіптілігінен айналасындағылар рахат алады. Барлығы олармен таныс болып, қарым-қатынас жасауға ұмтылады. Жұмсақтық олардың өзгеше мінезі. Бұл адамдар жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің. Фусилат сүресі 34 деген қағиданы қолданады. Олар жамандыққа жақсылықпен жауап береді. Бауырмал болып,
мейірімділік танытады, реніштерді кешіреді, ақылсыздардан бет бұрып ашуын басады, жақсылықты еске алып жамандықты ұмытады. Олардың жан дүниесіндегі салмақтылығы, сабырлылық пен сезімталдығы өзгешелеп тұрады. Ал енді айналасындағылар олардан ешқашан зиян тартпайды. Бұл дүниедегі өмірлерінде олар айналасындағылармен тату-тәтті өмір сүріп, ал енді ақыретте оларды ұлы сыйлық күтіп тұрады. Зікір. Ақыретте сыйлыққа, сауаптарға және бақыттылыққа ие болудың жеңіл жолы бар. Өкінішке орай көпшілік оны ұмытып қалған. Бұл ғибадаттың ең жеңіл түрі. Ол үшін өте үлкен сыйлық беріледі, бірақ көпшілік оны қолданбайды. Бұл ғибадат Алланы еске алып зікір қылу. Жаратқанды еске алып зікір қылу жердегі пейіш. Алланы еске алу шексіз ілімнің иесі болған жаратқанның алдындағы істердің ең жақсысы және ақыреттегі ұлы дәрежелерге көтерілудің құралы. Алла тағала былай дейді: намаз өтелген соң жер бетіне тараңдар және Алланың шексіз шарапатынан ризық нәсібелеріңді іздеңдер. Бұған қоса Алланы көп еске алыңдар, сонда құтылып мақсат-мұраттарыңа жетесіңдер. Жұма сүресі 10. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алланы еске алғандардың ең жақсысы еді. Жаратушы оны өзіне алып кеткенге шейін оның тілі әрдайым Алланы зікір ететін. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: кімде-кім күніне 100 мәрте Алладан басқа құдай жоқ, оның серігі жоқ, ол билік иесі, оған мақтаулар болсын және ол барлығына құдіретті деп айтса, ол 10 құлды босатқандай сауап алады және оған 100 жақсы амалдың сауабы жазылып, 100 күнәсі өшіріледі. Айтқан зікірі сол күні кешке шейін шайтаннан қорғаушы қалқан болады. Алланы еске алу көп жақсылықтарға жеткізетін жеңіл ғибадат. Иманды кісі әрдайым қандай жағдайда болса да, төсекте жатып болсын, Алланы еске алып зікір айта алу керек. Пенденің Алланы еске алып жатып ұйықтап кеткені, қайта оянысымен оны еске алғаны қандай әдемі. Ауру кісі Алланы еске алу арқылы көңілін сейілтеді және ауруын жеңілдетеді. Елден жырақта өмір сүргендер Алланы еске алумен жан дүниесі жылып, құсалықтан, жалғыздықтан арылады. Ал енді кесел-кесапатқа ұшыраған кісі Алланы еске алумен дертіне дауа тауып, уайымы азаяды. Егер сені қайғы басып жүрегің қысылатын болса, Алланы еске ал. Егер сен ұйқысыздықтан азап шегіп, түнде жақсы ұйықтай алмасаң, Алланы еске ал. Егер сен бір нәрседен қорқып, жан дүниең қайғырса, Алланы еске ал. Егер қиыншылыққа душар болып, мақсатыңа жетер жолда тосқауылдарға ұшырасаң, Алланы еске ал. Егер жарлы болып қарызға батсаң, Алланы еске ал. Егер кесел-кесапат есігіңді қағып, үйіңе келетін болса, Алланы еске ал. Егер сен қайғылы хабар алсаң, Алланы еске ал. Егер қиялдарың орындалмаса, Алланы еске ал. Егер өзіңді әлсіз, бақытсыз сезінсең, Алланы еске ал. Егер саған сынақтар бірінің артынан екіншісі келіп жатса, Алланы еске ал. Алланы еске алғандар мен еске алмағандар тірілер мен өліктер сияқты. Анығында олар тірі емес, өліктер. Олар тіпті қашан қайта тірілетіндерін де білмейді. Нахл сүресі 21. Алла еске алу жаратқанның сыйлығына ие болудың ең жақсы тәсілі. Ол жүрекке бір бұл дүниеде тыныштық пен рахат, ал ақыретте бақыт алып келеді. Басқаға көз салма. Көз салу жегі құрт сияқты. Бұл көре алмасты қинайтын айыртпас дерт. Ол басқа дерттерден өзгешеленіп, кісіге ешқандай сыйлықта күнәлардың кешірілуінде алып келмейді. Көре алмас дос келбетіндегі дұшпан деп дұрыс айтылған. Көре алмастық пешке от жағып, одан кейін оған өзі түскен кісідей. Көре алмастық көп деген бәлелердің себепшісі. Ол кісінің мінез құлқын бұзып, оны жақсы істер жасаудан қалдырады және оны әділетсіздікке итермелейді. Көре алмастық пенденің мазасын алып, жамандықтан басқа еш нәрсе әкелмейді. Сондай-ақ көре алмас кісі жаратқанның тағдырына қарсы шығады. Өйткені ол басқа біреудің жаратқан сыйлағын, жақсылықтарын құр қалуын қалайды. Кей кездері көре алмастық өсек аяңға себеп болып қалады. Елдер кімді сүйіп, кімді мақтаса, кісі соған іштарлық қылады және оның қадірін түсіру үшін қаралай бастайды. Көре алмастық кісінің жүрегін қарайтып, өзін бақытсыз қылады. Өйткені ол көре алмаған кісісі оған берілген жақсылықтардан айырылғанда ғана тыныштық табады. Көре алмас кісі басқалардың бақытсыздығын көріп бақытты болады. Енді осыны бақыттылық деп айта аламыз ба? Отынды қалай жеп тауысса, жақсы амалдарды да осылай жеп тауысатын көре алмастықтан бізді Алла өзі сақтасын. Жақсылық жаса.
Елге жақсылық жасаған кісі басқаларға ғана емес, өзіне де пайда алып келеді. Жақсы істерді жасау екі дүниеде де жақсылыққа жеткізеді. Расында, Алла азабынан қорыққан құлдарымен бірге, әрі Хақ Тағаланың өздерінен көріп, бақылап тұрған жадында ұстап, үнемі игі істер істейтін ізгі жандармен бірге. Нахл сүресі 128. Бұл дүниеде жақсы істер кісіге қуаныш, рақат тарту етеді. Адамның жан дүниесіне тыныштық сыйлап, қайғы-мұңын ұмыттырады және оның өмірін жарық, бақытты қылады. Басқаларға жақсылық жасаумен кісі өзін толық түзе бастайды. Өйткені басқалардың бақытты болуына жәрдем берумен өзі де бақытты болады. Ақыретте жақсы істері оны жаратқанның сыйына ие болып, пейішке кіруіне жәрдем береді. Алла Тағала былай дейді: бұл дүниеде өзіңнің әрдайым Алланың назарында екенін жадынан шығармай, үнемі игі істер істегендер үшін ешкімнің ойына да кіріп шықпаған керемет тосын сый бар. Ақырет мекені болса, әлбетте бәрінен қайырлы, бәрінен артық. Тақуа жандардың ақырғы мекені қандай ғажап еді. Қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені Адын жәннаттары, олар сол жерге кіреді. Ол жерде жайқалған жасыл баулардың арасынан және зәулім сарайлардың іргесінен өзендер ағып жатады. Онда олар не қаласа, соның бәрі табылады. Міне Алла тақуа жандарды осындай сый-сияпатқа бөлейді. Періштелер ондай тақуа жандардың жанынан күпірлік, кешірілмес күнә, зұлымдық атаулыдан ада болған пәк күйінде алады. Һәм оларға сендерге есендік пен тыныштық тілейміз, істеген игі істерің үшін жұмаққа кіріңдер деген қошемет көрсетіледі. Нахл сүресі 30-32 аяттар. Естеріңде болсын, өздерің үшін о дүниеге нендей сауап жолдайтын болсаңдар, оны Алланың деңгейінде орасан зор болған һәм есебінен үстіне еселейтін күйде көресіңдер. Мүзәммил сүресі 20. Егер сен ауырып қайғырып жатқан болсаң, онда басқаларды қайғы-мұңнан арылтуға әрекет жасап көр, мұқтаждарға жәрдем бер, ауру жанды көруге бар, садақа бер, ашты тойдыр, бәле-кесапатқа душар болған адамдарға жәрдем бер. Басқалар үшін қолыңнан келгенше жақсылық жаса. Сонда бақыт пен қуаныш сенің жүрегіңе қайтып толып жатқанын сезінесің. Меймандас бол, басқаларға күлкі сыйла, жақсы сөздер айт, қолда, жұбат, үміт бер, елдің өмірін жеңілдет, әрдайым жәрдем беруге ұмтыл. Бұзылған күнәһар әйел шөлдеп, өлімші болған иттің шөлін қандырып, су бергені үшін пейішке кіргенін ұмытпа. Кім шын жүректен Алланың ризалығы үшін және оның сыйлығына ұмтылып жақсылық жасаған болса, ол сөзсіз өзінің еңбегінің жемісін көреді. Әрдайым жақсылық жасаңдар, істеріңді барынша тиянақты етіп істеңдер. Шүбәсіз Алла ізгі жандарды жақсы көреді. Бақара сүресі 195. Алла Тағала біздің істеріміздің барлығын көріп тұрады және ол біз жасаған нәрселер үшін олар онша маңызды болмаса да сыйлықтарды береді. Кімге қандай жақсылық жасасаңдар, Алла оны сөзсіз біледі. Бақара сүресі 215. Қаншалық қиындық болса да, ақыры кісіге жеңілдік келеді. Адам қандай бәле-кесапатқа тап болса да, одан сөзсіз құтылады. Түн қаншалықты ұзын болса да, бәрібір таң атады. Бақытсыздық, ауыр ақуалдар мен сынақтар біраздан кейін таңы ататын түн сияқты. Тау қырқасы қаншалық биік болса да, қаншалықты ұзын болмасын, оның артында жасыл дала бар екенін ұмытпа. Арқан қаншалық мықты болмасын, ертелі-кеш бір үзіледі. Жылау күлімсіреуден, қорқыныш қауіпсіздіктен, қайғы қуанышпен ауысады. Ибраһимді алейхиссалам алаулап күйген отқа тастаған кезде Алланың әмірімен от оған ешбір зиян келтірген жоқ. Алланың үкімінен теңіз ортадан жарылып, Мұса алейхиссалам оның түбі арқылы өтіп кетті. Дәл сол сияқты теңізге перғауын әскерлерімен батып өлді. Бәрі өзгереді, бәрі орнына келеді, бәрі жақсы болады. Аз ғана сабырлық, шыдамдылық және жаратқаннан үміт үзбеу керек. Өз бақытыңды жасап ал. Ақылды адам жоғалтуды кіріске айналдырады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеден қуылды. Бірақ ол Мәдинаға көшіп келіп, ұлы ислам өлкесін құрды. Ол жаратқанның жарылқауымен жамандықты жақсылыққа айналдырды.
Көпшілік кісілер бәлеге, кесел-кесапатқа және сынаққа тап болғаннан кейін дүниеге ұлы және маңызды нәрселерде тарту еткен. Сондай сынақтардан кейін көптеген оқымыстылардың ұлы еңбектері басталған. Сынақтар көптеген ақындар үшін дүниеге ең жақсы поэмаларды сыйлаған шабыттардың бұлағы болып қалған. Ұлы деген жазушылардың бәрі басында ауыртпалық тартқан. Жақсы кеңеске құлақ сал. Саған лимон сыйласа, оған қант пен су қосып қойсаң, ең жақсы сусын бола қалады. Сен қандай сынақтарға тап болсаң да, оны жақсылыққа айналдыруға әрекет жасап көр. Ол үшін өзіңнің ақылыңды, шыдамдылығыңды және сабырлығыңды қолдан. Розагүлдің сабағы тікенектермен қапталған, бірақ сенің көзқарасың ол сабақты бойлап жоғарыласа, сен ең керемет, жұпар иісті, көз жауын алған гүлді көресің. Алла тағала былай дейді: қайдан білесіңдер, бәлкім ұнатпаған нәрселерің түбінде өздерің үшін қайырлы болар. Сондай-ақ ұнатқан нәрселерің түбінде өздерің үшін зиянды болуы бек мүмкін. Ақиқатын Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216. Иманды кісі әрбір бақытсыздықты жақсылыққа айналдырып алуы мүмкін. Бұл күмән келтірмейтін шындық. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: иманды кісінің ақуалы қандай таңғаларлық. Әлбетте әрбір ақуал ол үшін жақсылық болып есептелінеді, және бұл иманды кісіден асқан ешкімге берілген емес. Егер бір нәрсе оны қуантатын болса, ол Аллаға шүкір қылады, және бұл ол үшін жақсылық болады. Егер ол қайғыға душар болатын болса, ол сабырлылық танытады. Бұл да ол үшін жақсылыққа айналатын болады. Біз байқамай жүрген бақыт. Бізге бақыттылық берілген болса да, оны басқа уақытта көпшілігіміз байқамай жүре береміз. Бақыттылықтың басы иманды болу бақыты. Біз басымызға келген сынақтарға шағымданамыз, кедейлікке, ауруларға, біздің қиялдарымыз іске аспағанына, қалауларымыз орындалмағанына, біз қалаған дүние рахаттары бізге келмегеніне, сонымен қатар бізге берілген ұлы сыйды, иман бақытын байқағымыз келмейді. Айналаңа қарашы. Жаратушыға сенбеген, пеш пен тозақ бар екеніне сенбеген, жаратқанның сыйлықтары мен жазаларын танығысы келмеген, оның әлемдегі шексіз кереметтерін байқамаған қаншама кісі бар. Олар жаратқанның мейірімділігінен үміт етпейді. Олар иман, сенім, жаратқаннан үміт, оған дұға жасау арқылы жалбарыну, оған ғибадат жасау, оның жақындығы мен қамқорлығын қолғап қорғауын сезіну сияқты алып келетін қуанышты құр қалған. Өкінішке орай, біз арзымаған өткінші жақсылықтарды аңсап жүріп, ең ұлы жақсылықтарды ұмытып қаламыз. Кісі және кісі. Кісі бұл әдеппен жасалған істер. Кейбіреулердің кісіге сыртқы көрінісіне және байлығына қарап баға береді. Келбеті сұлу болғанымен, өзі тәкаппар, мінезі жаман, елді наразы қылған, оларға жәрдемін көрсетпеген, оларды жек көріп мәміле жасаған және ешкімге жақсылық жасамаған кісіден қандай пайда болмақ? Елге жақсылық жасап, пайда алып келуге әрекет жасаған, жұмсақ мінезді, мейірімді, әділ, ақылды, таза және көңіл күйі жақсы кісіге сыртқы көрінісінің сұлу еместігі қандай зияндық бере алады? Егер бай, сөзі өтімді кісі өзінің байлығын жаман арам істер үшін пайдаланып, өзінің хайуандық қалауларын қанағаттандырса, ел одан жамандық, тәкаппарлық, наразылық пен жек көруден басқа еш нәрсе көрмесе, онда одан қандай пайда? Егер біреу өзінің мүмкіншілігіне қарай қолынан келген жақсылығын жасап, көп байлығы жоқ болса да, басқалармен қолындағы барын бөлісуге ұмтылса, оларға шын пейілімен мәміле жасаса, онда кедейлік соншалықты қорқынышты емес. Бәлкім басқаларға да беру өлшемдерін өзгертетін мезгіл келген шығар. Бақыттың үш құрылымы. Бақыт үш нәрседен тұрады. Жаратқанға ризалық білдіруші жүректен, жаратқанды еске алушы тіл және шыдамды дене. Бақыт туралы қаншалықты көп оқығанмен, өзің оны көздеп қадам жасамай, оған ие болу үшін әрекет жасамай қойсаң, онда ол саған өзі келмейді. Кісінің бақытты болуына нелер жәрдем береді? Әрине жақсы істер, жақсы тақуа әйел, кең үй, адал ризық, басқалардың жақсы көруін және сый құрметін оятқан көркем мінез, қарсыз болу және ысыраптан бас тарту. Өлім белгіленген уақыттан ерте келмейді. Алла тағала былай деп: әрбір үмбет үшін белгіленген кесімді мерзім бар.
сол мерзім толып ажалы жеткенде олар оны бір сәтте кейін шегере алмайды һәм бір сәтке тездете де алмайды. Ағраб сүресі 34. Бұл аят өлімнен қорыққанымен ажал жетпей жатып қайта-қайта өліп тірілген қорқақ кісілер үшін нағыз тыныштандырушы бола алады. Әркімнің өзінің өлетін мезгілі болатынын және өлім белгіленген уақыттан ерте де кеш те келмейтінін олар білуі керек. Ал енді оның белгіленген уақыты келгенде оны ешкім кері қайтара алмайды. Осы өзгермес ақиқат мұндай кісілерді тыныштандырады. Белгілі ғалым Захабидің «Кемеңгер кісілердің өмірбаяны» атты кітабы жалпы 23 томнан тұрады. Бұл еңбектен 2 тұжырым шығарса болады. Кімде-кім Алланың еркіне мойынсұнып, оған ғана үміт етудің орнына мал-мүлігіне, балаларына, билігіне және басқа да дүние жақсылығына байланса, оны Алла неге байланған болса, сонымен қалдырып қояды. Бұлар оның бақытсыздығының және азап шегуінің себепшісі болып қалады. Әзәзіл шайтандар оларды хақ жолдан тайдырады. Олар соған қарамастан өздерін тура жолдамыз деп есептейді. Зухруф сүресі 37. Өкінішке орай мұндай кісілер өте көп. Кім Аллаға тәуекел етіп, оның ризалығы үшін еңбектенсе және оған жақындауға ұмтылса, ата тегіне қарамастан, биліксіз және байлықсыз-ақ оның дәрежесіне Алла өзі көтеріп қояды. Перғауын мен Қарынбай байлық биліктің иелері болған. Ал енді Біләл мен Сәлман Фарсилер кедей болса да, бабаларының тектілігімен де өзгешеленген емес. Бірақ бұл айтылғандардың өте үлкен айырмашылықтары бар. Ескерту. Бірде Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам ең ауыр сынақтар қандай кісілерге келеді деп сұрағанда, ол пайғамбарларға, одан кейін кісілердің ең асылдарына келеді. Кісіге өзінің иманына сай сынақ беріледі. Егер оның иманы бекем болса, оған қосымша сынақтар беріледі. Ал енді оның иманы әлсіз болса, оған да соған сай сынақ беріледі. Сынақтар Алланың құлына онда бір күнә қалмағанша келе береді, деп жауап берген. Әрбір 3 мейрам. Иманды кісінің өмірінде мейрам деп атауға лайықты күндері бар. Бірінші күні кісі өзінің діни парыздарын ең жақсы орындап һәм Алланың үкімдеріне қарсы шықпаған күні. Екіншісі кісі жаратқанға тәубе келтіріп, кешірім сұрап, күнә істерден бас тартып және жасаған күнәлары үшін өкініп, ақ жолға түскен күні. Үшіншісі кісі жақсылық амалдарын қамдап алып, иесімен кездесетін және игілікке жететінін білген күні. Алла тағала орнын толтырып береді. Алла тағала пендеден несін алса да, ал оның орнын одан жақсы нәрсемен толықтырып береді. Сондықтан бір нәрселерден айырылсаңдар, азап тартып қайғыға батпаңдар, сабырлы болып, Алланың сабырлылары үшін дайындап қойған сыйлықтары туралы ойланыңдар және оның орнын жақсылықпен толтыратынына үміт етіңдер. Естеріңде болсын, шындығында сендер еш нәрсе жоғалтқан жоқсыңдар, керісінше ұлы жақсылыққа ие болдыңдар. Уақытты пайдасыз өткізбе. Бос уақыттары көп болып, өздері үшін пайдалы іс жасағысы келмегендер уақытын өздеріне және айналасындағыларға зиян алып келетін нәрселермен өткере бастайды. Мысалы, өсек-аяңмен басқаларды жамандауға кіріседі. Бос уақыттың көпшілігі және істейтін істің жоқтығы өте қорқынышты. Өйткені істейтін ісі жоқ кісі, жүргізушісі жоқ, ары-бері соғылып қатты келе жатқан автокөлікпен салыстыруға болады. Егер саған істейтін іс қалмаған күн келетін болса, онда сені маңызды қорқыныш күтіп тұрғанын біл. Өткен-кеткенді еске алып, жалқаулыққа беріліп, еш нәрсе қылмай отырғанша пайдалы бір іспен айналыс. Берекелі іс-әрекет кісіні жетілдіріп, оған сергектік және күш-қуат тартып етеді. Ал енді жалқаулық пен көп демалу әдетте оны құртады. Кісінің жалқаулыққа беріліп, істейтін ісі жоқ кезі ақырындап қинауға ұқсас. Риуаятқа қарағанда бұл тәсілді Қытай түрмелерінде қолданған. Түрмедегі кісіні үздіксіз тамып тұрған тамшының астына отырғызады. Ақырында ол кезектегі тамшыны күтіп отырып, ақырындап ақылынан айниды. Пайдасыз өткен бос уақыт біздің онсыз да қысқа болған апталық, айлық, жылдық өмірімізді ұрлап алады. Жалқаулықтың бірінші құрбандығы ақыл есі.
өйткені жалқаулыққа берілген кісі еңбектену былай тұрсын ой жүгірте де алмай қалады. Демек бұл бос уақыт біздің ешқайсымызда болмау керек дегенді білдіреді. Қазір тұр да намаз оқы, Құран оқы, Алланы еске ал, пайдалы бір нәрсе оқы деп жаз. Бітіріп қою керек болған нәрсені жаса. Ерте ме, кеш пе бәрібір жасалатын нәрсені кейінгіге қалдырмай жасап қой. Бүгінгі жасайтын істі ертеңге қалдырма. Ертеңгі күн біз үшін келе ме, келмей ме ешкім білмейді. Уақытыңды кезекті нәрселерді іздеуге құртпау үшін жұмыс орныңды ретке келтір. Іс-әрекеттеріңді тәртіпке келтір. Өміріңнің әрбір сәтін пайдалы өткізуге жәрдем беретін жоспар жаса. Бос уақытыңды пайдалы іс-әрекетпен толтыр да, бақыттың жарымы қалтада деп есепте. Бүкіл дүниенің дәрігерлері соған күмәнсіз сенеді. Өзіңді бос уақыттан арылт. Сонда сенің қайғыруға, жаман ойға бойлауға уақытың болмайды. Таңнан кешке шейін еңбектенген дихандарға, наубайханашыларға, құрылысшыларға қара. Олар әндетіп жымиып өмірге жылы жүзбен қарайды. Ал енді түске шейін төсектен тұрмай ұйықтаған біреулер болар болмас нәрсе үшін қайғыға батады. Бұл дүние мұңаюға арзымайды. Қалай бақытты болу керек? Болар болмас нәрсеге көңіл қойғанды тоқтатып, пайдасыз нәрселерге уақыт құртпау керек. Ұлы мақсатқа ұмтылғандардың көзқарасы әрдайым бұл дүниені емес, ақыретті көздейді. Біздің тақуа бабаларымыздың біреуі өзінің жолдасына былай деп насихат айтқан екен: сенің жалғыз уайым қайғың Алламен жолығу болсын. Сен оның алдында тұратын күн туралы ойлан. Ол күні сендердің бүкіл нәрселеріңнің көрінетін болады. Еш нәрсе жасыра алмайсыңдар. Әрбір көрген уайымдарың оған татымайды. Биік лауазымдарың, алтын күмістерің, бала-шағасы, мал-мүлігі, байлығы, атақ-даңқы, хан сарайлары мен кең үйлері барлығы бұл өмірде ғана. Ол жақта еш нәрсе емес. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлық имандылар үшін үлгі болған. Ол дүние байлықтарына немқұрайлы болуға және ол үшін қатты берілмеуге үндеген. Ол мағыналы нәрселер туралы, жанды құтқару және оның ақыреттегі үлесі туралы ойлануға үйреткен. Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху былай дейді: бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам шидің үстіне ұйықтап қалған екен. Ұйқыдан тұрғанына жанына шидің іздері түсіп қалыпты. Біз: уа Алланың елшісі, алдыңызға бір нәрсе салып берсек болмас па еді десек, ол былай деп жауап берді: бұл дүниенің маған қандай қызығы бар? Бұл дүниеде мен бақшаның көлеңкесінде біраз демалып, содан соң одан әрі кете берген жолаушы сияқтымын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тағы былай дейді: бұл дүниеде бөтен адамдай, не болмаса жолда кетіп бара жатқан кісідей бол. Бұл оның бізге айтқан өсиеттері. Жолаушы жолға өте зәру нәрселерді ғана алады. Сол секілді иманды кісі де бұл дүниеде ақыретте игілікке жеткізетін нәрселерді ғана алады. Мәңгілікке пейіш жайда, жоғарғы дәрежелерге көтерілуге тосқауыл болған нәрсенің бәрін тастайды. Бірде Умар радиаллаху анху қираған үйдің жанына тоқтайды. Ол өзіне ергендердің ол жерде тұруын жақтырмай жатқанын байқап: бұл сендер ұмтылған және жылап жатқан дүниелерің деді. Екі жүзділер туралы Алла тағала былай деген: ал енді бір топ мұнафықтар қара басының қамын жеп, Алла хақында жахилият дәуірінде тән шындыққа жанаспайтын небір ойлардың шырмауына түсті. Әлі Имран сүресі 154. Бұл кісілер өздері туралы және нәпсілерінің қалауын қандыруды ғана ойлаған. Оларда биік мақсаттар мен қасиетті мұраттар болған емес. Сахабалар Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ағаштың түбінде тұрып ризалық сертін беріп жатқанда, олармен бірге жүрген 200 адам өзінің жоғалған түйесін іздеп жүрген. Олар өлгенше соғысатындары туралы ант беріп жатқанын көріп: мен үшін сендердің анттарыңа қарағанда өзімнің түйемді тауып алу маңыздырақ деген. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: қызыл түйенің иесінен басқалардың бәрінің күнәсі кешірілді деген екен. Байлықтан және бұл дүниедегі өмірінен басқаға қарағысы келмеген, жеке өзі үшін ғана сары уайымға салынған 200 біреу соғысқа дайындалып жатқан иманды жолдастарына: мұндай ыстық жорыққа шықпай-ақ қойыңдар деді. Алла тағала болса оларға тозақ оты әлде қайда ыстық де. Тәубе сүресі 81 аятта түсірді. Яғни бұл майда кісілердің майда проблемалары. Ал енді мейірімді сахабалар болса Алланың мейіріміне және оның ризасылығын табуға ұмтылған. Немқұрайлылық. Немқұрайлылығымыз өте ауыр індет.
Көбінесе екі дүниедегі бақытсыздығымыздың себепшісі де дәл осы нәрсе болып табылады. Біз өлім туралы, оның кенеттен келетіні туралы ойлағымыз келмейді. Біз бұл жалғандағы өмірімізді мәңгілік деп санап өмір сүреміз. Бітпестей көреміз. Бұл ақылсыз, жеңіл ойлайтындардың ісі. Ал енді біз уақытты пайдасыз өткізгендердің орнына әрбір күнді, әрбір сағатты пайдалы, мағыналы өткізуге әрекет жасайтын болсақ, бұл бізге екі дүниеде де бақытты болуға жәрдем береді. Атақты тәпсір ғалымы Әл-Құртуби былай дейді: ей адам, өзіңнің жинаған және ауыр күндерде пайдасы тиеді деп қамдап қойған байлықтарыңға не? Міне, енді өлім келді. Сенің қолыңда еш нәрсе қалған жоқ. Байлық пен атағыңның орнына кедейлік пен қор болу ғана қалды. Уа, өз күнәларының құрбаны болған, үйреніп қалған орнынан, отбасыңнан, ортасынан айырылған байғұс. Қазір енді өзіңді қалай сезініп жатырсың? Тура түзу жолға таюға саған не кедергі болды? Алыс сапарға, ауыр мезгілдерге азық қамданудан бас тартуға сені кім мәжбүрледі? Егер сені Алла өзі мейірімділік қылып кешіретін болса, пейіш сенің аяғыңның астында. Ал енді кешірмейтін болса, онда тозақ отына түсесің. Уа, тозақ азаптары туралы ойланбаған немқұрайлы жан, енді қанша мезгілге шейін сол немқұрайлықта және жеңіл-желпі ойлайтын боласың? Сен әлде бұл іс маңызды емес, қорқыныш онда үлкен емес деп ойлайсың ба? Не бұл дүниеден өтіп кетер уақыт келгенде сенің атағың пайда береді деп, не өзіңнің жасаған істерің азапқа салып жатқан сәтте сені байлығын құтқарады деп, не қашан сені шалынып жығылған кезіңде басқа нәрселер сені қорғап қалады деп, не ел жиналған жерге келгенде басқалардың саған жаны ашиды деп ойлайсың ба? Әрине жоқ. Сенің күткендерің орындалмайды. Аллах бәрін білуші деген екен. Адам табиғаты. Қашан үстімізді қара бұлт қаптағанда, бәле кесапат келгенде, не бізге қорқыныш туындағанда біздің табиғи сезіміміз оянады. Кенеттен қатты боран шығып, оларды әр тараптан толқындар қаптап бәлеге қоршалып қалдық деп ойлайды да, Аллаға имандарын арнап, оған жалбарынып дұға қыла бастайды. Егер біздің осыдан құтқарып, аман алып шықсаң, өзіңе әрдайым шүкіршілік етіп, құлшылық ететіндердің қатарында боламыз. Юнус сүресі 22 аят. Мұсылмандар өзінің жаратушысына қуанышта да, қайғыда да, жақсылықта да, жамандықта да сыйынуы керек. Көпшілік адамдар қиын жағдайда қалған кезде Аллаға сыйынады да, жай уақытта Алланы ұмытып кетеді. Имансыз кісілер басына ауыртпалық түскен кезде ғана Алланы еске алып, жаратқанға сыйынған кездері өте көп. Бұл үйреншікті көрініс. Әрбір кісіге туылғанда-ақ беріліп, кейін көбімізде өскен сайын өшіп қалатын табиғи сезім оянады. 5 айырмашылық. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының өмір баянын оқып, іздеп отырып, оларды басқалардан ерекшеленген 5 ерекшелікті таптым. Бұл 5 айырмашылық оларға екі дүниеде де бақытты болуға және игілікті жетуге жәрдем берген. Қарапайымдылық пен жеңілділік. Олар өмірге және өз бастарынан өткен оқиғаларға қарапайым мәміле жасап, өздерін табиғи ұстаған. Олар өздеріне қатысы жоқ нәрселерге килікпей, майда болмай, тереңдеудің керегі жоқ мәселелерге кірген емес және артық талаптарды қоюдан қашқан. Екіншісі, істерімен тығыз байланысқан құтты ілімі болған. Бұл жігерлі түрде іске асырылатын ілім және ол ілімдердің артық жағы болған емес, табиғи және түсінікті болған. Онда шатасу мен бас айналдыру еш болмаған. Үшіншісі, оларда іс-әрекеттік амалдарға қарағанда мінез-құлықтық амалдар көбірек болған. Бұған таза ниет, мойсынушылық, өзін Аллаға арнау, сүю, жаратқанның сыйлықтарына үміт ету, оның мейіріміне ұмтылу және оның қаһарынан қорқу сияқты сипаттар кіреді. Ал енді денемен орындалатын ғибадаттар туралы айтатын болсақ, сахабалардың өздеріне қарағанда дене ғибадаттарына олардан кейінгі ергендер мықтырақ болған. Төртінші, нәпсі қалауларына немқұрайлы қарау және оларды өте зәру уақыттарында ғана пайдалану. Бұл оларға жан дүние тыныштығын және бақыттылықты алып келген. Бесіншісі, оларда қайғырып қапалануға уақыт болған емес, өйткені олар әрдайым Алла жолында тер төккен және бір істен қайтып келісімен екінші іске аттанған.
алла сол нұр мен кітап арқылы өзінің разылығына бөленуді қалап соған сай әрекет еткендерді жан тыныштығына, есендікке һәм мақсат-мұраттарына жеткізетін жолдарға салады. Мәида сүресі 16. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.